Бүгінгі жауапкершілік бұл тек өзің үшін емес, бұл бүкіл адамзат үшін болып жатқан жағдайды түсіну, жауапкершілікті сезіну. Бәрі тез өзгеріп жатыр, және бұл өзгерістер бүкіл әлемге қауіп төндіріп тұр. Енді үнсіз қалуға болмайды. Сондықтан айт, көрсет, түсіндір, зертте, әрекет ет. Бұған бей-жай қарамайтын адамдармен бірік. Біздің ортақ даусымыз шешім қабылдайтын адамдарға жету керек. Шешім бар. Ол ең мықты ғалымдарды бір ғылыми орталықта біріктіру. Бірігіп, адамзат апатты тоқтата алады. Алла ешқашан адамға шамасы келмейтін сынақты бермейді. Демек, біз бұны істей аламыз, және істеуге міндеттіміз. Бұл біздің балаларымыздың алдындағы және Алланың алдындағы жауапкершілігіміз. Біз шешуші таңдау табалдырығында тұрмыз. Біздің белсенділігімізге бүкіл планетаның, бүкіл адамзаттың болашағы байланысты. Бұл саясаткерлерге де, биліктегілерге де емес, уақыттың аз қалғанын түсінген әр адамға байланысты. Қазір адамзат білімді, ғылымды және ар-намысты біріктіру керек. Тек осы арқылы біз климаттың бұзылуын тоқтатып, өмірді сақтап қала аламыз. Болашақ дәл қазір жасалып жатыр. Бүгін қалыптасып жатыр. Ал оны жасайтын біз.